Белоусов байыту фабрикасына мырыш ұнтақтайтын жаңа қондырғылар орнатылды. Сол күннен бастап фабрика Ертіс кенішінен алынған руданы өңдеуге кірісті. Қазір мұнда байытудың технологиялық режимі пысықталып жатыр. Цель режима – это выпуск качественной продукции. Режимнің мақсаты сапалы өнім, 70%-ға дейін ұнтақталған, 47%-дан астам мырыш қоспасын шығару. До 70%. На данный момент работаем на... Қазіргі таңда біз Ертіс мыс мырыш кенішінде жұмыс істеп жатырмыз. Онда жылына 650 мың тонна өнім өңдейміз. Өйткені жаңа флотация аса ірі көлемде өнім өңдеуге мүмкіндік береді. Больше объемы по переработке. Жаңа технологиялар өнім сапасын арттырып, мыс пен мырыш концентраттарының көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Осы күнге дейін қолданылып келген флотомашиналар өткен ғасырдың 80 жылдарында орнатылғанды. Тозығы жеткен қондырғылар жоспарды қиындықпен болса да орындап жүрді. Жаңа қондырғыларды орнату жұмыстары 2013 жылдың соңында басталған болатын.